Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Сіздердің назарларыңызға оттекті органикалық қосылыстар, соның ішінде спирттер тақырыбы бойынша видео сабақты ұсынғым келіп отыр. Сабағымыздың мақсаты бір және көп атомды спирттердің гомологтарын, құрылысы мен қасиеттерін, алыну жолдарын және қолданылуын білу. Спирттер дегеніміз молекулаларында көмірсутек радикалымен байланысқан гидроксил тобы бар заттарды атаймыз. Жалпы формуласы CnH2n плюс 1 OH. Спирттер негізгі 3 топқа жіктеледі. Бірінші, гидроксил тобымен байланысқан көмірсутек радикалына байланысты, екінші, гидроксил тобының санына байланысты, және үшінші, гидроксил тобымен байланысқан көміртек атомның табиғатына байланысты. Бірінші жүктелу бойынша қаныққан, қанықпаған және ароматты, екінші жүктелу бойынша бір атомды, екі атомды және үш атомды, және үшінші жүктелу бойынша біріншілік, екіншілік және үшіншілік болып жүктеледі. Алыну жолдарына келетін болсақ, этил спиртін әртүрлі жолдармен алады. Соның бірі глюкозадан H2 қатысында алу реакциясы. Спирттердің гомологтық қатары. Жүйелік номенклатура бойынша спирттерге ол деген жұрнақ қосылады. Физикалық қасиеттері. Қалыпты температурада С10-ға дейінгі спирттер сұйық, ал С11-ден бастап қатты заттар болып келеді. Алғашқы үшеуі сұйық спирттер өздеріне тәмісі болады, ал бутанол мен пентанолдың иістері жағымсыз. Спирттердің химиялық қасиеттері. Спирттердің химиялық қасиеттерін анықтайтын гидроксил тобы және ол байланысқан радикалдардың құрылысы. Спирттерге қышқылды негізгі қасиет тән. Реакция түрлері. Жалпы спирттер көптеген реакцияларға түседі. Соның ішінде тотығу реакциялары, дегидратация реакциялары және OH тобы бойынша сутек атомның орнын реакцияларын атап кетуге болады. Спирттер әлсіз қышқылдар тәрізді сілтілік металдармен әрекеттеседі. Спирттің мұндай металл туындыларын алкоголяттар деп атайды. Спирттер галоген сутектермен әрекеттеседі. Реакция гидроксил тобының орнын галоген басу арқылы өтетін қайтымды реакция болып табылады. Дегидратация реакциялары. Дегидратация реакциясы өз ішінде екіге жіктеледі: молекула ішілік және молекула аралық. Молекула ішілік дегидратацияда алкендер түзілсе, молекула аралықта жай эфирлер түзіледі. Тотығу реакциялары. Спирттердің тотығуы күшті тотықтырғыштар әсерінен тотығады. Түзілу өнімдері спирттердің орынбасу дәрежесіне сай және пайдаланатын тотықтырғыштың табиғатына байланысты. Спирттерді мыс оксидімен тотықтыру арқылы альдегидтер алуға болады. Спирттердің қолданылуына келетін болсақ, спирттер медицинада анатомиялық препараттарды консервілеу үшін қоспа ретінде, медицинада залыстандырғыш дәрілік препараттарда еріткіш ретінде пайдаланылса, сонымен қатар парфюмериялық косметикалық заттар жасауда кеңінен қолданылады. Енді тапсырмаларға көшетін болсақ, бірінші тапсырма сұрақтарға жауап бер. Берілген сұрақтарға дәптерлеріңізге жауап бересіздер. Екінші тапсырма атауын тап, яғни берілген кестені толтырып шығу керексіздер. Формуласы берілген халықаралық жүйе бойынша атауын және басқаша атауын жазып шығасыздар. Үшінші тапсырма төменде берілген аяқталмаған реакция теңдеулерін аяқтап, реакцияны түсіндіріп, коэффициенттерін қойып шығу керек. Төртінші тапсырма бір атомды спирттердің алғашқы өкілдерін сипаттап, берілген кестені толтыру керек. Бұл жерде екі спирт берілген, метил және этил спирттері салыстырмалы түрде жасайсыздар. Молекулалық формуласы, физикалық химиялық қасиеттері, өнеркәсіпте алу жолдары, спирттердің қолданылуы және организмге әсері. Бесінші тапсырма көп атомды спирттердің химиялық қасиеттерін бір атомды спирттермен салыстырып кестені толтыру. Бір атомды спирт бұл жерде этил спирті және көп атомды ол бізде этилен глюколь. Айырмашылығын жазып кестені толтырасыздар. Осы бүкіл тапсырмалардың барлығын Платон желісі арқылы сіздерге жібердім. Сіздерден кері байланыс күтемін.